Енді қараңыздар, ақ және қара түсті домбыра тұр ғой. Қара түсті домбыра тұрғандар домбыра деген топқа отырамыз, ал ақ түсті болғандар қобыз тобына отырамыз. Балалар отырдық па? Өліп тек сүйегінде аспап, аттары артында директор салдарынан өзгеріске ұшырағанмен түбі бір екенін айдан анық. Өлім тұрады. Талғамды мәселелердің сырына үңілместен бұрын әуелі аспап жайында түсіндірме бере кетейік. Қазақтың аспап түркі моңғол арғы атасы мәдениетінің меншігі тамыры тарихты жетелеп жойылған байырғы аспап. Жақсы. Тағы да домбыра тарихы. Түрлі зерттеулерге сүйенсек, домбыра мен өзге халықтардың осы тектес аспаптары санау орта ғасырларда белгілі болған. Мысалы, әл-фарабидің еңбектерін оқысаңыз, тамбур аспабы жайлы кездеседі. Өзбектердің домбыраға ұқсас шитік тұздары алғаш рет Әл-Хусейннің музыкалық канон трактатында айтылды. Археолог қазба жұмыстарын тасқа түскен ескерткіштер домбыраның ежелгі түркі дәуірінде пайда болғанын көрсетеді. Алғаш домбыраның шыққан жері түркі халықтарының алтын бесігі, Алтай тауы болып саналады. Жақсы, келесі студент топтарынан Абылай оқимыз. Домбыра қазақ халқының өте ерте және кең таралған нағыз табиғи ұлттық музыкалық аспабы. Домбыра сен ғасырлардан бері сырын сақтаған қазақ даласында кеңінен танымал аспап дегенмен аспап әр аймақта әртүрлі болады. Солтүстік, орталық, оңтүстік аймақтарда домбыра көлемі шағын 7-9 пернелі болса, батыс Қазақстан аумағында кездесетін домбыра саны жұмыр мойны ұзын 12-14 пернелі болып келеді. Домбыра аспабының негізгі екі түріне байланысты аспаптар бірнешесі төкпе, екіншісі шертпе қағыстары қалыптасқан. Сазды күйлер арқа өнерінде ол төкпе күйлері батыс аймақтарда кең таралған. Жақсы, рахмет. Алмат оқимыз. Домбыра қазақ аспабы. Қазақтар домбыраны баяғыдан бері бағалап келіп, оған көптеген мақал мәтелдер жазылған. Домбыраға келетін болсақ, домбырада 2, кейде 3 шек болады. Домбыраны қолына алып, онымен күй ойнаған ұлы күйшілерге мен Құрманғазы Сарыбайұлы, Дина Сүлім Әліұлы, Дәулеткерейді жатқыза аламын. Домбыра қазақтарда жиі келетін аспап, домбыраға ұқсас аспап қазақтарда қобыз болып саналады. Домбыраның тарихына келсек, 19 ғасырда қазақ халқының тұрмысында анағұрыш кең таралған музыкалық аспап екі шекті домбыра болатын. Егер бұрынғы заманда көне аспаптар ән, жыр, ертегі аңыздар сүйемелері үшін ғана қолданылған болса, енді ол жеке шығармашылық орындауына арналып, күрделі апаттардың қатарына қосылып шықты. Жақсы, рахмет. Жалпы біз өтіп жатқан бөліміміз музыкалық аспаптар жалпы музыка, ал біздің бүгінгі келіп жеткен тақырыбымыз күй музыканың ерекше жанры. Жалпы суретке қараңыздаршы балалар, суреттегі кісіні танисыздар ма? Суреттегі күйші сазгер кім? Жауап береміз ме?
туралы кішкене тоқталатын болсақ, оның біз білетін шығармалары Аққу, Аңсау, Арман, Ата толғауы, Әлқиса, Қорқыт ата туралы аңыз, Көш керуені, Махамбет сияқты өзінің шығармаларын айтуға болады. Және де ол композитор деген жалпы музыкасын жазады. Білесіздер ғой, музыкасын. Ал Мұхтар Әуезовтың, Шыңғыс Айтматовтың, Тахауи Ақтановтың, Әбділда Тәжібаевтың шығармаларынан Қыз жібек, Қиялы кезең, Менің атым Қожа, Ақсақ Құлан фильмдерінің жалпы музыкасын жазған болатын. Және де қараңыздар, Абайдың қандай өлеңдерін? Әсипаз болған неге, жасыра бұлар деген сермеді, іші өлген сыртым сау, қызары тұрған өлеңдері. Ал сонымен қатар тағы да қандай өлеңдер шығыз? Бабай Аманы, Әйгерімнің кәрі. Жалпы өзіңіз білетін Балбырауын, Ақжелең, Серпер, Адай, Қайран шешем деген сынды күйлерін жатқызамыз. Тағы да біз білуге тұрарлықтай Дәулеткерей Шырайлы жаңағы Алматының жас берген мәтінде бар, иә? Қараңыздар, 1820-1887 жылдары өмір сүрген күйші композитор, жалпы оның бұл болмын деген демалыс, көндірме, келіне жігер деген күйлері жарыққа шыққан. Тәттімбет Қазанғабылы, оның да күйлерін қараңыздар, 40-тан астам күйлері бар. Жалпы Сарыөзен, Шайып Шалды, Қосбасар, Сықылдақ, Жетім қыз секілді күйлері бар екен. Жаңағы Құрманғазының шәкірті деп айтып жатырмыз ғой, Дина Нұрпейісова, иә? Қараңыздар, Дина Нұрпейісова туралы ақпараттар берілген. Ал енді бізде келесі тапсырмаға назар саламыз. Бізде келесі екінші тапсырма. Бізде екі аңыз берілген, иә? Екі аңызды екі топта екі оқушыдан оқимыз. Жалпы аңызда дауыс ырғағын, оқу мәнерін, қандай сезімде біз жеткізіп тұрғанымызды аңғаруымыз қажет. Бастаймыз. Бірінші кім оқиды? Бастаймыз. Ақтабан шұбырында Ақыркөз Сламан, заманы болса керек. Халық басына күн туып, елінен, жерінен айырылған, ауыл төбелеріне түскен. Сол бір шақта орта дәулетті біреудің ат мінгені болған екен. Ботасы оққа ұшады да, иесі ат мінгеніне жігін артып, күнді күнге, түнді түнге ұрып босып. Ауа көшкен елден бітіп кетеді. Бір жерге жетіп, көліктердің белін суытып, адамдарды демалдырады. Кешке таманы мүлден өзге түйелердің ішінде жоқ болып шығады. Іздеп таппайды. Ақ мінген сол кешіне мол кетіп, ботасының жемтігіп қалған жаққа қарай бет алған жолда асықсыраған қалмақтардың қолына түседі. Ашыққан жау шибірше қаптап, таққа бас салып, жығып, төрт аяғын байлап, бауыздауға ыңғайлаған сәтте інген өте бір аянышты дауыспен ыңырси боздап, екі көзінен жас сорғалап, бейне адамша жылырған үлкендейді. Сол кезде өздері аға тұтар біреуі, астыларындағы аттарыңды сойсаңдар, ол не түспеңдер дейді. Жау қолынан босанған боз мінген алдымен оң жағына қарап, бір боздап, сол жағына қарап, бір боздап, үшінші ретте алдына қарап, бір боздап, алған бағытына қарай келе жөнеледі. Ботасының жемтігін тапқан соң, бір тал шөп жумай жатып, сол жерде өлген екен. Осыны бейнелеген күй деп аталады, яғни қандай күй екен. Екінші, сіздерден Бір байдың екі баласы аналап жүргенде біреуін аю жеп көріпті. Ағасы інісінің өлгенін көріп қайғырып, інісін жеген аюды атып алмақ болып аңдиды. Бір кезде аю билей басып, анда-санда тұрақтап, жорғалап келе жатады. Балақ жүндері сусылдап, қозғалған сайын үстіне жалтылдап от ұшқындайды. Аңдып отырған жігіт аюды артып, терісіне сойып алып үйіне келеді. Әкесіне іні өлімін есерте алмады. Әкесі: «Кәне балам, қандай анаттың?» деп сұрайды. Үлкен ұлы керемет домбырашы екен. Аюдың терісін әкеліп, әкесінің алдында тастайды да бір күй шертеді. Күйді тыңдап отырған бір ақсақал ауыр күрсініп, байға баласының өлімін ескертіп көңіл айтады. Сондағы жігіттің шерткен күйі осы екен. Осы екен, жақсы. Бұл жерде қандай күйдің тарихы екені жазылмаған. Ал біріншісінде жалпы қандай күйдің атауы болады? Бозінген. Ал екінші күй?
Жоқ. Жалпы аңға шыққан адам қандай адам болады? Жай сезетін, берген, иә? Жалпы күй кішкене. Күйді тыңдаңыздар сіздер. Досым келді. Екінші жаңағы сіздің айтқан келгеніңізге күйді кішкене тыңдатайын деп. Қараңыздар, келесіңізде жазылым тапсырмасы, дәптеріңізді ашамыз. Қараңыздар, 4-ші тапсырма. Тапсырмада жаңағы біз екі аңыз оқыдық қой. Сол екі аңыз желісі бойынша жұмыстар құрамыз. Жалпы басталуы, қалай болды, дамуы, аяқталуы қалай болып жазамыз. Тапсырма түсінікті ғой, иә? Басталуы ауыл дүрбелеңге салып жаулардан қашуы, ортасы жігіт түйемен бірге жолда жүруі, аяқталуы жігіт пен түйенің бірге өмірі. Күйді орындалуы. Басталуы
Ақтабан шұбырында ақылы ислама кезеңі болады. Халықтың жүзеген кезі, біреудің дәулетті ақ егені болады. Дамуы, ботасы отқа шығады, иесі інкеге жүгін артып жолға шығады, бір жерге жетіп алады, демалады, інген жоғалып кетеді, інген қалмақтардың қолына түседі. Аяқталуы, інген боздап соны кейге береді, ал кей бозінген деп аталады. Жақсы, керемет жауаптарды. Тамам. Жақсы болады, рахмет. Енді қараңыздар, бізге келесі оқисыз ба? Абылай оқыңыз. Айдың бір баласын аяқ жеп қою, ортасы ағасы інісінің өлгеніне қайғыруы, ортасы аяқ жалып, соңында жігіттің шеккен қайрат күйі. Жақсы. Оқимыз. Басталуы. Ақтабан шұбырының көл суға заманы. Ортасы ақынген сол кеткен мол кетіп, батысының жемтігі қауылған жаққа қарай бет алған жолда азықсырған қалмақтардың қолына түсуі. Осының бейнелеген күй деп аталады. Жақсы. Рахмет. Ал енді қараңыздар, бізге келесі тапсырмада 5-ші тапсырманы ашыңыздар, 90-шы беттегі. Мәтінді оқимыз және де қандай стильде жазылғанын анықтаймыз. Жалпы идеясы қандай бастайды. Телқоңыр күйінің тарихын оқимыз, иә? Оқимыз. Телқоңыр тыңдаймыз. Дәулеті шалынған елге беделі атқан бір ұлтты көскейді қаптаған қалың жылқысының ішінде мәпелеген қоңыратты болыпты. Ол қоңыраттың жүрісіміз күйге түсірген домбырашы болса атын жетектеп ат мінгізіп кигізем деп бүкіл елге жария етеді. Көршілес рудың ұлығы қоңыр жүйрікті ұрлап алмақ болып бір қу жігіттің қасына домбырашы қосып атандырады. Домбырашы төгілте күй шертеді. Манадан тәтті күйден таусылмастан нәр алған ауыл адамдары оралса, кемедегі қоңыр жүйрік жоқ, қайтып айрыларыңдар деген сұрауға адамдар болған отырған айтып жауап береді. Домбырашы қандай күй шертті деп сұрайды. Ұлық домбырашы мынандай күй шертеді деп күйді ұғып қалған біреуі шерте жөнеледі. Алып қашқан ат жүйесін, аттың сұлу шыбысын елестеткен күй тыңдаушылары баурап алады. Ұлық күйінің алыс отыратады да сенімді деген екі жігітті шақырып алып, атқа қоныңдар да сол төреге барыңдар. Ат басында жамбы төреге сәлемдемен қоңыр жігітті сұрмаңдар, берсе алмаңдар депті. Төре екі жігітті құрметтеп қонақ қылып сәлемдемесін қуана алады. Екі жігіт атандырар төре бұйымдалып сұраса, ұлығымыз сәлем дейді. Дегеннен басқа ештеңе айтпайды. Ұлықтарына сәлемде айыбында кешкен екі менде аяғына жығылдым. Егізде көнетін екі қоңырдың екеумізді тұрмай бір-біріне сән беріп солдай тұрсын деп қос қоңырды жиектендеді. Бір-біріне алмайтын қос қоңырдың пішінен сымбатына жүйрік түріне құмартқан күйшілер телі қоңыр деп күй шығарады. Жалпы телі қоңыр туралы түсінгенін айтшы Сұлтанат. Айтамыз. Дәулетке бір шалқылаған бір адам болады. Елге беделді бір ұлықты Тапсырманы аяқтадық па, бастайық. Алмат оқимыз. Басталуы. Екі байдың баласы аңға шығуы. Ортасы ағасы жынданып аюда туады. Сол аяқтамасы. Қорытындысы байға бір баланың қайтыс болғанын түсіруі. Түсіндіру, иә? Жақсы. Оқимыз. Басталуы. Екі бала аңға шығып біреуін аю жеп қоюы. Дамуы ағаның қайғырып аюды өлтіруі. Аяқталуы
сізге қайғыры жағдайды айтып күй айтып ойнауға. Күй ойнау, иә, жақсы, жақсылық. Бастау байдың екі баласы аңға шығу. Ортасы екінші баласын аю жеп қою. Үшінші баласы күймен інісі қайтыс болған жеткізу. Жеткізу, иә, күймен жақсы. Келесі қараңыз. Заманды. Ауыл дүрбелең салып жаулардан қашуы. Ортасы қоңыр күйі. Дәулетте шалқыған елге беделді бір ұлты төскері қалыпта сондай бір жігіт болды. Сол жігіттің телқоңыр дейтін жылқысы болды. Оны маған берің деп маған кит кигізем деп бүкіл елге жар салады. Сосын бір кит кигізем деп жар салады. Сосын оны ұрламақшы болған бір жігіт бір сенімді сонда не сонда бір сенімді екі жігітті жылқыны ұрлаған адамдарға жібереді. Сонда барғанда дейді, айбынды кешкен екенсің. Сол кезде қандай қос қоңырдың ішінде сымбатына сай телқоңыр күйі орындалады, иә? Жақсы, рахмет. Жалпы балалар, қараңыздаршы, бізде сұрақтар. Күй деген не? Жауап беріңіз. Күй деген мазмұн құрылысына қарай әр ауыл болып келетін музыкалық жанр. Күйге арналған аспаптар жақсырақ беріп отырамыз. Мамандар. Күйге арналған аспаптар домбыра және қобыз. Жақсы. Келесі, домбырада қанша перне болады? 8 қобыз. 8 қобыз перне болады. Домбыра қандай ағаштан жасалады? Жауап береміз. Шыршаның және де ақ үйеңкінің. Жалпы күйдің алдасы кім? Диана. Құрманғазы Садырбайұлы дұрыс. Ақсақ киік аңысындағы күйшінің аты кім? Жауап дұрыс емес, тек бұғы. Телефон әдісі арқылы маған яғни хабарлама жазасыздар. Жалпы бүгінгі сабақ қалай болды? Сабақта қандай мағлұматтар ала алдыңыздар? Я, SMS жоқ. Осыдан сіздің сурет салып болады. Оқимыз. Бастайық. Сабақ өте тамаша өтті. Маған өте ұнады. Күйге қатысты өте көп мағлұмат алдым. Тағы да оқимыз. Күйге қатысты өте көп мағлұмат алдым. 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 Күйге қатысты өте көп мағлұ
Өте апай, сіздің сұрағыңыз өте қызықты өтті. Себебі мен білмеген күйшілерді білдім. Бүгін сабақ маған қатты ұнады. Қандай күйшілер бар да қандай сазгер ақындар бар екенін білдім. Сол үшін ұнады. Сіздерден Абылай. Маған күй жайлы көп мәліметтер бердім және қазір өтіп жатқан тақырып ұнады. Келесі, рахмет. Бүгін сабақ өте жақсы көңіл күймен өтті деп ойлаймын. Осы сабақта күйдің жалпы не екенін күйшілерді білдім. Жақсы. Оқимыз. Мен бұл сабақта күй туралы сол деген зат білдім және бұл сабақ өте қызықты өтті. Рахмет. Алда оқимын темасы. Бүгінгі менің сабақтың түсіндірмені бұл күй туралы және сабақ өте күшті қызықты өтті. Тағы да оқимыз. Жақсылық. Маған осы ұнады себебі мен музыка жанр күй туралы білдім. Жақсы. Алмат. Сабақ өте қызықты және түсінікті өтті. Жаңа көп ақпаратты білдім. Сабаққа рахмет. Ерасыл. Айтамыз. Сабақ өте тамаша өтті, маған ұнады. Жақсы. Диана. Осы сабақта маған домбыра туралы көп затты білдім және маған бұл сабақ ұнады. Нұбат бұл қалып па? Сіздерден оқимыз. Маған бұл сабақ қатты ұнады. Осы сабақта мен күй мен күйшілер туралы өте көп нәрсе білдім. Жақсы. Бізде болды қойды ме? Оқимыз. Бүгінгі сабақта мен домбыра туралы көптеген мағлұмат алдым. Жақсы. Рахмет. Жалпы балалар үй жұмысы бізде қараңыздар. 90-шы беттегі 6-шы жазылым тапсырмасы үй жұмысын жазып алыңыздар. Жалпы осыдан бұрын алдыңғы тапсырмада телефонға күйі тұр ғой. Сол жерде диалог бар бізде, иә? Сол диалогты біз монологқа айналдырып жазамыз. Үй жұмысын сол жерде біліп алыңыздар. Сабақ аяқталды. Рахмет.